Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Патшаның уәзірлері Даниялдан құтылғылары келді. Сен соңғы қауесеттерді естідің бе? Әрине, Даниял бүкіл патшалықта екінші адам болатын сияқты. Біз оған қалай кедергі жасауды ойластыруымыз керек. Бұл оңай шаруа емес. Мүмкін біз оның дінінен бір себептер таба алармыз. Ол күніне 3 рет Құдайға сыйынады. Мүмкін біз патшаны сыйынуға тыйым салатын заң шығаруға көндірсекше. Бірақ не үшін? Даниял бұл адамдарға ешқандай жамандық жасаған жоқ қой. Құдай оны елдегі жоғарғы лауазымға қойды, және бұл басқаларды ызаландырып, олардың көре алмаушылықтарын тудырды. Тезірек, патшаға барайық. Ол жаңа заңға қол қою керек. Уа ұлы мәртебелі Дарий патша, барлық уәзірлер осы жаңа заңға қолыңызды қойғаныңызды қалайды. Келесі 30 күндік мерзім ішінде кімде-кім өзіңізден басқа кез келген тәңірге не пендеге бас ұрып өтініш жасаса, сол адам арыстандардың апанына тасталсын. Бұл заң бүкіл елге жариялансын, және оны ешкім өзгерте алмасын. Олардың зұлым жоспарынан хабары жоқ патша бұл жаңа заңға қолын қойды. Бірақ Даниялдың өмірінде Құдай барлық уақытта ең маңызды орында болды. Және бұл заң ол үшін ештеңені де өзгертпеді. Даниял бұрынғыдай Құдайға сыйынып жүрді, ал жаулары болса мұны көрді. Уа мәртебелі Дарий патша, жақында сіз өзіңізден басқа адамнан немесе Құдайдан сұрауға тыйым салынатын жаңа заңға қолыңызды қойдыңыз. Иә, дәл солай. Бірақ Даниял күніне 3 рет Құдайына сыйынады. Біз осыны өзіміз көрдік. Оны арыстандарға тастау керек. Даниял ма? Патша Даниялды жақсы көрді, және оны қорғағысы келді. Бірақ ол мұны істей алмады. Өйткені заңның аты заң. Даниял, сенің Құдайың саған көмектессін. Даниялды арыстандардың апанына тастады. Патша түні бойы ұйықтай алмады. Таңертең ол арыстандардың апанына асыға жүгірді. Даниял, сенің Құдайың сені құтқарды ма? Уа патша, мәңгілік өмір сүр. Құдайым періштені жіберіп, ол арыстандардың аранын жауып тастады. Олар маған тиіскен жоқ. Даниял аман қалды. Бұған патша өте қуанды. Ол Даниялды апаннан шығаруды бұйырды. Даниялдың денесінде бір сызық та болған жоқ. Құдай керемет жасады. Даниял құрметке ие болды, ал оның жауларын арыстандардың апанына тастады. Менің бүкіл патшалығымда барлық адамдар Даниялдың Құдайын қастерлеулері тиіс. Ол тірі Құдай. Ол құтқарады және көмектеседі. Даниялдың сенімі үлкен жемістер берді. Онымен бірге өмір сүргенің үшін және сенімің үшін тірі Құдай сені де марапаттайды. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.